Перғауынға келген сынақтар. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Тұтастай өзен қанға айналды. Бұл жағдай қалай, қашан, кіммен болды? Жалпы табиғи апаттар Алланың ескертуі ме, әлде жай ғана табиғи құбылыс па? Видеоны соңына дейін көрсеңіз, осы сұрақтарға Құраннан жауап іздейміз. Құранда аты ең көп аталған пайғамбар Мұса алейхиссалам. Әсіресе оның өзін құдаймын деп жариялаған Перғауынмен диалогтары, конфликттары, кездесулері көп баяндалған. Перғауын өзін құдаймын деп санап, Израиль қауымын құл қылып, оларға зұлымдық жасаумен айналысады. Мұсаға пайғамбарлық келгенде екі миссия айтылады. Біріншісі, Перғауынды тура жолға шақыр, сен құдай емессің деп айт дейді. Екінші, Перғауын Израиль қауымын құлдықтан босатып өз отанына қайтарсын деген. Бұл жайлы өткен оқиғаларда айтқан болатынбыз. Перғауынға қандай уағыз айтылса да, қандай ескертулер жасалса да, ол тура жолға түскен жоқ. Сосын Алла оған анық ескертулерін бере бастады. Соның біріншісі топан су. Ніл өзені арнасынан тасып, Перғауын басқарып отырған Мысыр өлкесіне үлкен топан су болып келеді. Су кірмеген жер қалған жоқ. Барлық үйге, Перғауынның қамалына, әр бөлмеге су кіріп кетеді. Перғауын тәкаппарлыққа салып, мойындағысы келген жоқ. Бірақ халықтың, отбасының және өзінің мазасын алып қойды. Бұның Мұсадан кеп жатқанын сезді ғой. Сөйтіп Мұсаны шақырды. Мұса, бол, түсіндім, не айттың өз? Біріншіден өзімді құдай емесім деп айтайын ба? Жарайды. Екінші не айттың? Израиль қауымын босатайын ба? Жарайды, босатам. Құдайыңнан сұраш, мына нәрсені кетірсін дейді. Мұса пайғамбар Перғауын тура жолға түсті деген үмітпен Аллаға дұға етеді. Алла топан суды қайтарады. Бірақ топан су кеткен соң Перғауын қайта тәкаппарлығына салады. Өзі адамдарда сондай ғой. Жай кездері олай дейді, бұлай дейді, басына қиындық келгенде құдай дейді дегендей, Перғауын тәкаппарлыққа салынып, уәдесінде тұрмайды. Алла оған тағы да анық ескертуін береді. Мысыр өлкесін шегірткелер басып алады. Өзі бір шегірткенің жауы, қаптауы, көшуі деп айтып жатады ғой. Мысыр өлкесінде шегірткенің кірмеген жер қалмайды. Бүкіл астықтарды жей бастайды, бүкіл үйдің ішіне кіре бастайды, ұйықтап жатқан адамдар көрпесіне, қойны қонышына кіре бастайды. Халықтың, Перғауынның, отбасының мазаларын алып қояды. Перғауын Мұсаны қайта шақырады. Болды, Мұса, түсіндім, енді уәдемде тұрамын, мына нәрселер кетірші дейді. Мұса алейхиссалам Аллаға дұға етеді. Шегірткелер кете бастайды. Бірақ Перғауын қайта тәкаппарлыққа салынып, өзінің уәдесінде тұрмайды. Мұса сұрайды, уәде берген едің ғой, уәдеңді орындасайшы дейді. Перғауын енді ойлаған шығар, Мұсаның құдайының ескертуі емес шығар, бір табиғи құбылыс шығар, жай ғана өтті кетті, енді басымызға келмейтін шығар деп. Сөйтіп уәдесін орындамады. Бірақ Алла ескерту ретінде кішкентай, көзге көрінбейтін бит бүргелерді жібереді. Олардың кірмеген үйі, кірмеген бөлмесі қалмайды. Барлық жерге кіреді. Перғауынның, оның отбасының, халықтың мазасын алып қояды. Қараңызшы, Перғауын өзін құдаймын деп жүр. Бірақ кішкентай, көзге көрінбейтін бір жәндіктерге әлі келмей қалды. Мазасын алып қойды, денесінің бәрі қыши бастады. Дейді, Мұсаны шақырады. Енді түсіндім, болды. Құдайыңнан тіле, мен уәделерді орындайтын болдым. Мұса алейхиссалам Аллаға дұға етеді. Бүрге биттердің бәрі кете бастайды. Енді Перғауын құдайым деп біраз жерге кетіп қалған ғой. Құлдарды жұмсап, бүкіл халық соған сендірген, артқа қайтса бір қорқақ сияқты, өзін бір төмен көрсеткен сияқты болып қалады ғой. Сөйтіп қайта уәдесін орындамайды. Алла тағы да ескерту жібереді. Бұл жолы Мысырды бақалар жайлап алады.
Бақаның кірмеген, бармаған, жүрмеген жер қалмайды. Бүкіл тамақтардың ішіне араласып кетеді, бөлмелердің ішіне кіріп кетеді. Перғауынның және оның отбасының, жалпы Мысыр халқының мазасын алып қояды. Перғауын Мұсаны қайта шақырып алады ғой. Болды, Мұса, түсіндім, тілеш Құдайыңнан дейді. Мұса алейхиссалам кең пейілді кісі ғой. Өз пайғамбарлық жүрегі кең, көркем мінез кісілерге беріледі ғой. Мұса пайғамбар тура жолға түседі-ау деген үмітпен Аллаға тағы дұға етеді. Я Раббым, жәрдем берші, мына нәрселер кетірші деп. Алла тағала бақаларды да кетіреді. Бірақ перғауын қайта уәдесінде тұрмайды. Алланың ескертуі тағы да келеді. Ол ескерту Мысыр еліндегі бүкіл су қанға айналады. Ішетін су, құдықтың ішіндегі су, өзеннің су барлығы қанға айналады. Ойлаңызшы өзіңіз, су деген тіршілік көзі ғой, ал су қанға айналып кетсе қалай болады? Мысырдың адамдары да перғауында қатты қиналады. Сөйтіп перғауын ұят жоқ, Мұсаны қайттан шақырады ғой. Болды, мен уәдемде тұрамын, Құдайыңнан сұра дейді. Мұса алейхиссалам дұға қылады. Қан қайта суға айналады. Перғауын не істеді деп ойлайсыздар? Әрине, қайта уәдесінде тұрмайды. Өзі Құранда айтады ғой, перғауынның жүрегі негіз сезді. Мұса алейхиссалам пайғамбар екенін, бұл ескертулер Алладан кеп жатқан. Бірақ бойын тәкаппарлық жаулап алған еді. Артта жол жоқ, артта Москва деген сияқты, артта талай айтылып қойған сөздер, істеліп қойған істер бар. Перғауын артқа қайтайын десе, қорқақ болып, бір жалғи болып көрінгісі келмей, уәдесінде тұрмайды. Мұса алейхиссалам көз жетеді перғауынның тура жолға түспейтініне, сөйтіп Аллаға дұға етеді. Алла тағала Мұсаға Исраил қауымын жинап, теңіздің жағасына бар дейді. Ал ол оқиғаны алдағы шығарылымда толығырақ айтамыз. Бүгінгі оқиға осымен аяқталды. Достар, өзі Алланың ескертуге келгенде, топан суда болсын, шегіртке келгенде, перғауын бәрінде қиналды. Қиналған сәтінде тәкаппарланған жоқ. Алланы мойындады. Болды, Раббыңнан сұра деп тәубе етті. Ал қалай ескерту кетіп еді, тыныштық орнай бастап еді, бірден өзінің тәкаппарлығына салына бастады. Бізде қалай? Өзі қазақ приколға жақсымыз ғой, бір жаңбыр жауып кетсе, аспан тесіліп қалған ба, ауа райы құбылмалы болса, бір қыздардың настроениесі сияқты деген сияқты бір әзілдерді көп айтамыз. Жаңа айтқандай, жай кездері олай бұлай дейміз, қысылып жан қиналса Құдай дейміз. Пайғамбарымыздың өсиеті қандай еді? Кезінде Алла елшісі кішкентай бала Абдулла ибн Аббасты қасына шақырып, әй балақай, жайма шуақ кезде Алламен таныс бол. Басыңа қиындық туындағанда, ол сені өзі тауып алады деген екен. Сондықтан басымызға қиындық келмей тұрып, Алламен жақын болуға тырысайық. Бұл видеоны репост жасап қойыңыздар, мүмкін сіздің септігіңізбен бір жақыныңыз Аллаға жақындар.